Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі женттің рецептімен бөлісетін боламын. Қазақтың рафаэллосы деуге болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Ыдысымызға үгітіп алған песочный печеньемізді, тарының талқанын, қантымызды және де блендерден өткізіп ұнтақталған сары ірімшігімізді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сары майымызды ертіп алып, үстіне құрған ингредиенттерімізді саламыз. Майы әлде де көп болғандықтан үстіне тағы да құрғақ ингредиенттерді үстемелеп қосамыз. Сіздер бірден описанияда жазылған мөлшер бойынша қоссаңыздар болады, сонда барлығы да дәл видеодағыдай болып шығады. Міне біздің жентіміз дайын болды, енді осыны формаға келтіреміз. Мен осындай коробка шоколадтың формасын пайдаландым. Қатқан кезде де өте оңай алынады және де өте әдемі көрінеді дастарханда. Бұл міндетті емес, қаласаңыз өзіңізге ыңғайлы ыдысқа салып қатырсаңыздар болады. Мен осы бөліктен қалғанын салафанға салып қатырдым. Осылай толықтай салып болғаннан кейін мұздатқышқа қатқанша қоямыз. Міне біздің жентіміз толықтай қатып дайын болды. Өте оңай алынады. Міндетті түрде осы әдісті қолданып көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасалған қазақтың ұлттық тағамы жент өте дәмді болып шығады. Отбасыңызға, балаларыңызға бірден ұнайтындығы анық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.